أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, айттан кейінгі сабағымызды иншалла жалғастырамыз. Өткен сабақтарымызда біз Әнбия сүресінің 50-ші аяттарына келіп тоқтаған екенбіз. Ибрахим алейхиссаламның қыссалары туралы аздап Құран мәселесіне тоқтау айтып кетейік. Және сол Ибрахим алейхиссаламның болған уақиғасын айтып, талдап, әрекет жасап көрейік иншалла. Біріншіден, Құран-ы Карим деген не ол? Сіз үшін, сіздің өміріңіз үшін Құран дегеніміз не нәрсе? Ол өміріңізге қандай қолданысқа, қандай орынға еге? Әңгіме сол жерден басталады. Өйткені, егер сіз ол Құранды жай ғана бір белгілі бір жағдайда қолданыстағы зат, ал қалған уақыттарда ол сол күйі сіздің өміріңізге қатысы жоқ бір дүние болып қалатын болса, әлбетте онда сіз Құраннан ұзақ адамсыз. Бұл Құран туралы айтылып жатқан әңгімелеріміз мүмкін сізге қызық емес болар. Ал негізі шын мәнінде қазіргі мына өмірдің өзін алсаңыз, сіздің рухыңызды пәктейтін, тазалайтын бұл дүние ол Құран. Екіншіден, Құранның біздің халқымыздың өмірінде үлкен рөлі бар. Мысал айтайық, бала дүниеге шырылдап келгеннен құлағына азан айтамыз. Дүниеден өткеннен кейін жаназасын шығарамыз. Осы аралықтағы бүкіл өміріне Құран қатысы болады адамның. Ауырып қалса, Құранмен ем қабылдап жатады. Үйленіп жатса, Құран оқытып жатады. Үй алып жатса, Құран оқытып жатады. Балалы болып жатса, Құран оқытып жатады. Жақсылығына да, жамандығына да, тіпті адам өзі бұл дүниеден өтіп кеткеннен кейін де артынан іздеп келген адам бәрібір Құран оқиды. Бұл қарасаңыз, біздің халқымыз Құран-ы Каримді өмір бақи жүрегіне жалау еткен, рухының діңгегі еткен, қызықшылығында шүкіршілік үшін, қиыншылығында бір пана іздеп, медет үшін, ауырғанында шипа үшін, тағы да осы өмірінің барлығында шапағат іздеп, әрдайым Құранды жанына алып жүрген халық. Бұл үлкен байлығымыз. Одан ұзаған сайын сіз бенен біз рухымызды да, жүрегімізді де жоғалтамыз. Ал Құранға жақындаған сайын сіз өзіңіздің орныңызды табасыз. Мына бір күйбелең өткінші дүниенің ішінде көп адамдар бейне бір материалдық өмірге ішіне кіріп кетіп, содан шамай атқан сияқты. Іздейтіндерінің барлығы мал, дүние, атақ, мансап, осы қазір ғана қарнын тойғызу, немесе бір саяси бір озық пікірлер, одан басқа дым емес. Ал негізі адам бұл өмірге, бұл қолданған нәрсесінің барлығы адамның өмірінің мақсат емес қой. Адам өмірге ол үшін келген жоқ қой. Бұның барлығы құралдар ғана. Сізді мақсатқа жетелейтін, сізді өміріңіздегі мәніңізді үйрететін. Ал бұл өмірге сіз неге келдіңіз? Қайда барасыз және қалай өлесіз? Әңгіме қалай өмір сүруде емес. Өйткені өмір деген соншалықты кішкентай, артыңызға бір қараңыз, қанша жылыңыз өтіп кетті. Соншалықты тез. Қалай өмір сүрем емес, зуылдап өтіп кетесіз. Ал бірақ зуылдап өтіп кеткеннен кейін өлім бар. Бұл сіздің артыңызда мәңгілік қалатын есім. Пәленше өмірден келіпті және кетіпті деген әншейін жұрт білмейтін пәленше болып қаласыз ба? Жоқ, еліне қызмет қылған, халқына қызмет қылып өткізген, сол бір халықтың бейнесінде қалған бір өмірде орныңызды тапқан сондай бір адам боласыз ба? Ойлаңызшы. Сол үшін бауырлар, Құранға көңіл бөлуіміз керек. Құран кейде пайғамбарлардың өмірлерін айтып тұрады екен. Пайғамбар деген сөз бір адам ол да.
Алланың берген келген бұл дүниеге ескертушісі. Ал адамның өмірі болғаннан кейін оның туылғанынан өлгеніне шейін баяндап, қадімгідей мына уақытта туылды, әкесі былай еді, өзі былай еді, мінезі былай еді деп үйтіп түсіндірмейді Құранды байқасаңыз. Қандай пайғамбар болса, осындай бір адам бар еді, ол ізгі адам еді деп бірден таныстырады да, оның сіз бенен бізге керекті нүктелерін береді. Сол нүктелер арқылы сізге Алла, бізге Алла өмірдегі алатын тұжырымдарымызды, өміріміздегі маңызды нүктелерді баяндайды.